Саламатсыздар ма оқушылар? Қалдарың қалай? Мен дауысым естіліп тұр ма сендерге? Дауыс естіліп тұр ма? Естіліп тұрса айтыңдар, естілмесе естілмеді деп айтамыз. Дауыс естіледі ғой, Дауыс бар ма? Қалдарың қалай? Көрейік бүгін қанша адам сабақты қарайды екен. Керемет, дауыс естіліп тұрса бәрі жақсы онда. Бүгінгі сабақ өте маңызды сабақ. Көп оқушылар шатасатын, почти шығармайды. Бұл есеп кезде сразу атпадайды, бұл есеп қалып кетеді. Жалпы бұндай есептерді қалай шығаратын туралы мен қазір бәрін түсіндіретін боламын. Менде бәрі жақсы, бәрі естіліп тұрса, онда керемет барлығы. Қазір сәл кірсін басқалар. Оған дейін жалпы бірінші қыркүйек күні басталатын курс туралы жалпы айтып өтейін. Егер де курс жайлы сұрақтарың болып жатса, қатысқыларың келіп жатса, сұрақтарың қазір қойып алыңдар. Сабақ басталғанша соны сәл талқылап өтейік. Сұрақтарың болса бірінші қойыңдар. Жалпы бізде енді қатты шығып жатыр ма мен даусым? Жақсы, жай сөйлеймін. Онда дауыстарын сәл жай қойсыңдаршы. Қатты болып қойсыңдар. Барлықтарын естілсін деп даусымды шығарып сөйлеп жатқаным ғой. Жалпы курс барысында біз қалай өтіледі? Қазір көресіңдер, жалпы курс осындай форматта болады. Сосын жайлап түсіне бересіңдер. Бірінші қыркүйек күні болатын сабаққа қатысу, айтып өтейін, 50% жеңілдікпен осы уақытын создым, көп оқушылар созсын деп жатыр. 2 ай көлемінде химияны толық өтіп шығамыз. Сол 2 ай химияға 50% жеңілдікпен мен қазір 10.000 теңге айтып отырмын. Яғни курсты 2 айдың ішінде химияны бітіріп шығу үшін 10.000 теңге төлейсің и 2 айда сабақты оқисың. Яғни аптасына 3 рет 1,5 сағат немесе 2 сағаттың арасында болады сабақтар. Сабақ форматы осылай онлайн трансляция ретінде өтеді, оқушылармен сұрақ жауап ретінде өтеді. Потом сабақ міндетті түрде видео сақталады, видеоны сол 2 ай көлемінде қайталап көре бересің. И сол сабақ біткенге сразу үй тапсырмасы беріледі, үй тапсырмасын орындап, и ары қарай десеңіз жұмыс істесеңдер болады. Кеттік, сонымен кристаллы гидрат. Кристаллы гидрат тақырыбын бастайық. Егер сендер сұрақтарың болып жатса, қоя беріңдер сосын. Жалпы кристаллы гидрат дегеніміз ол не? Кристаллы гидрат дегеніміз құрамында су молекулалары бар кристалдар. Су молекулалары бар кристалдар. Ондай қандай болуы мүмкін? Жалпы кристалл түрлері қалай болуы мүмкін? Яғни, мысалы бір кристалды алатын болса, мысалы бір кристалды, мысалы купр МС4 деген тұзды алдық та, мысалы, мынау тұз. Допустим, мынаны былай істейік. Мынау бізде бағанағы купр МС4-іміз мынау. Купр МС4-тің түсі негізі осындай.
осындай болады, көк болады. Яғни осы купр МС4-ті не істейді? Суға салады да, яғни мысалы колба болатын болса, осы купр МС4-ті аның ішіне салып, и осының ішіне не істейді? Су құяды. Мысалы, примерно осындай су құяды и қыздырады жаңағы затымыз. Яғни су қызған кезде тұзымыз не істейді? Көбірек ери бастайды, дұрыс па? Яғни көбірек ериді, и потом біраз уақыттан кейін мынаның крышкасын ашып қоятын болсақ, яғни мынау не істейді? Ішіндегі затымыз суи бастайды. Бағана біз жылы болды. Енді ол суыған кезде жаңағы затымыз қандай күйге көшеді екен? Мынандай кристалл күйге көшеді екен. Осындай кристалдық күйге көшеді. Яғни сонда мына жерде су мен кристалдың арасында, яғни мынандай купр МС4 деген судың арасында не жүріп жатыр? Байланыс түзіліп, кристаллогидрат түзіліп жатыр. Яғни бұл жерде аты айтып тұрғандай, кристалл мен неден тұрады деп тұр? Гидраттан. Гидрат дегеніміз ол бізде H2O. Яғни кристалл және не болады? Гидрат болады екен. Енді кристалл гидраттың түрлері көп. Мысалы, купр МС4 5H2O. Яғни судың қандай? 5 көлеміне жаңа купр МС4 не істеген? Ерітілген. Ерітілген. Яғни оның пішімі қандай болады екен? Андай болады. Бұл бізде айтады мыс купорусы деп аталады. Есептерде мыс купорусы. Сонымен қатар кристалл гидратта сендер білу керек нәрсе, әр кристалл гидраттың формуласын білу керексіңдер. Мысалы, мыс купорусы десе, купр МС4 5H2O. Немесе темір купорусы десе, феррум МС4 7H2O. Глаубер тұзы деп аталады 10H2O. Натрий СО4-тің 10 суы. Одан кейінгі бізде гипс, кальций СО4 2H2O кәдімгі сендердің қол сынып қалған кезде гипс дейді ғой, вот сол формуласы. Одан кейінгі кристалдық сода, кристалдық соданың формуласы, бұл жерде натрий карбонаты. Хром калий несі? Квас. Квас деген нәрсені білесіңдер ғой? Сол. Көбінесе есептерде мыс купорусы келеді и глаубер тұзы. Көбінесе осындай есептер келеді. Жалпы түсінікті ғой? Қазір енді осыған байланысты кристалл гидраттың есептері жалпы қандай форматта келеді? Вот соны біз қазір айтамыз. Сонымен біз білу керек нәрсе ең бірінші қандай? Кристалл гидраттың несін? Формулаларын білу керекпіз. Оның бірнеше формуласы бар. Соны интернетте жазсаңдар, оны табу алуға болады. Есептер шығару барысында оны түрлері негізі көп болып келеді. Менің зерттеуім бойынша осы кристалл гидратқа байланысты есептердің өзінің екі ақ типі бар екен. Екі ғана тип бар. Сол екі типті шығара білсек, кез келген кристалл гидратқа байланысты есепті шығаруға болады. Оның екі ақ түрі бар екен. Сонымен бірінші тип кристалл гидратқа келетін есептердің бірінші типі қандай болады? Міне, қазір мен түсіндірім. Қараңдар, 400 мл суда 50 грамм тотиаинді еріткен дейді. Тотиаин. Тотиаин деп отырғанымыз бағанағы біздің мыс сульфатының 5H2O, мыс купорусы бағанағы. Бұл тотиаин дегеніміз купрум СО4 көбейтілген 5H2O мынау. Купр МС4 5H2O. Яғни осы кристалл гидратқа тағы да не қосқан? Су қосқан үстінен. Яғни біздің мынандай бір кристалл гидратымыз бар, яғни кристаллымыз бар дейші. Кристалл гидратымыз бар. Яғни осы купр МС4 бар ішінде. Көбейтілген 5H2O. Осының ішінде қанша? 50 грамм бар екен да мынаның. Осының үстіне алып келген, не істеген? 400 мл су қосқан мынаған. 400 мл су қосқан. Сонда қандай ерітінді? Белгілі бір ерітінді пайда болды сонда, дұрыс па? Қанша грамм ерітінді пайда болады? 500-ге, 50-ге 450 болды сонда. Яғни 450 грамм не пайда болды? Мыс сульфатының, яғни тотиаинның ерітіндісі пайда болды. Енді қараңдар, арғары есепті оқимыз. Ерітіндідегі тотиаинның және сусыз мыс сульфатының массалық үлестері дейді. Тотиаин және мыс сульфатының массалық үлестері қандай дейді сұрақта. Яғни жазамыз енді. Қараңдар, мыс сульфатының формуласын былай істейміз. Купр МС4 көбейтілген 5H2O ғой бізде. Формуласы осында емес па, дұрыс па? Бұл енді немен ненің арасында қосылған кезде түсілді бұл? Бұл купр МС4 пен қосылған 5H2O, яғни екі түрлі зат болды. И бір жақтан аяқта не? Бір ғана зат түзілді. Мынау бізде көбейту болып тұрса, арасында бұл бір зат деген сөз. Яғни бұл кристаллогидратымыз мынау. Кристаллогидратымыз. Енді қараңдар, бұл жерде есепті қалай шығарамыз? Мынау бізде бөлек-бөлек зат.
Бізде ненің массасы берген 50 грамм? Тотияйынның. Яғни тотияйын деген қайсы ол? Мыналардың барлығы тотияйын мынау. Осының массасы қанша грамм дейді? 50 грамм дейді мынау. Мынау бізде қанша? 50 грамм екен. Енді мына жерде грамм болса астынан не жазамыз? МР-ін жазамыз, е? Көпірміз 4 5 ашығының МР-ін жазайық. Мынанікі 160, мынанікі қанша еді? 18-ді 5-ке көбейтсең 90 бола ма? 90 болады. Сонда 250 бұнаның асты. Мынаның асты 250. Себебі мынанікі 160, мынанікі 90. Екеуін қосатын болсаң қанша? 250 болады, 250. Енді бізге сұрап жатыр мыс сульфатының массалық үлесі. Енді мыс сульфатының массалық үлесін табу үшін біз оның массасын білу керекпіз, дұрыс па? Енді мынаның төбесіне десеміз x дейміз да, осының массасын табамыз. Енді мына x грамм болғандықтан астына тоже mr жазамыз. Яғни 160 дейміз да, mr-ін табамыз. X табамыз. X бізде қанша шығады? Сонда есептеңдер. Енді калькуляторын қосып алайын. Қанша болды сендер есептеп көріңдер? Қанша болады? Сонымен 50-ді көбейтеміз 160-қа, бөлеміз 250-ге. 32 шығады деген мына жерде. Мына жерде бізде 32 шығады екен. 32 грамм. Енді біз мыс сульфатының массасын тауып алдық. Бізде енді жалпы ерітіндінің массасы бар. Енді процентін тауып алсақ болады. Яғни массалық үлес көпірімізде 4. Табамыз нені? 32-ні бөлеміз қаншаға? Общий массаға. Общий масса қанша бізде? 450. Бұл дұрыстап жазайын, қазір анық көп. Несеміз, 32-ні бөлеміз қаншаға? 450-ге көбейтеміз 100-ге. 32 бөлу 450 көбейту 100. Қанша болды екен? 7-де 1% болады екен. 7-де 1%. Міне, жауабы қанша? Мыс сульфатының массалық үлесі 7-де 1. 7-де 1. Ал енді мына жерде ерітіндідегі тотияйынның массалық үлесін сұрап жатыр. Мынаның енді ол жерде несеміз, тотияйын массасы 50 ғой. 50-ді бөлеміз қаншаға? 450-ге көбейтеміз 100-ге. Бұныкі оңай. 50-ді бөлеміз 450-ге. Ол бізде қанша? 11-де 1% шығады деген. 11-де 1%. Түсінді ғой, сонымен мыс сульфатының массалық үлесін осылай табады екенбіз. Келесі мына есепті қазір сендер маған есеп шығарында тура осылай шығады. Тура осылай. Яғни бұл жерде натрий сульфатының кін табу керек. Тура мына жерде формуласын бәрін беріп қойдым. Осыны қазір шығарып, бағам процентін айтыңдар. Давайте, осы есеп шығарыңдар, мен күтіп тұрамын сендер шығарғандарыңа. Асығыс жоқ ешқандай. Айтпақшы, бұл есепті мен кристалл гидрат тақырыбын қазірге болып жатқан 3 потокқа да әлі айтпағам. Бұл есепті мен общий айтып жатырмын. Сондықтан бұны барлықтарын көрулерін міндетті. $450 шықты. Бізде басында 400 мл суға, қара, 400 мл су бар еді ғой бізде, дұрыс па? 450 мл су и 50 грамм тотияйын. Тотияйынды еріткен дейді. Яғни 50 граммға 450 грамм су қосқан. Ол кезде 400 қосқан. Ол кезде 450 грамм бізде ерітінді пайда болады. Ерітінді пайда болады.
пропорциямен шығады, дұрыс шығады бәрі. Енді ол кім қалай түсінеді соған байланысты. Бұл пропорциямен шығару жалпы бүкіл оқушыларға негізі оңай болып келеді. Ал енді зат мөлшері негізі ол екі жұмысты қажет етеді. Сен зат мөлшерін табасың, потом барып есеп шығарасың да. Поэтому негізі ол түсінген адамға зат мөлшері негізі оңайырақ. Түсінген адамға. Себебі көптеген есептерді алдағы уақытта шығару оңайырақ болады да. Мынау енді білмеймін. Енді химияны бастап отырған адамға ол зат мөлшерімен түсіндірсең қиын болады. Мен басында солай түсіндіріп берген, оқушылар кәдімгідей шатасқан. Поэтому оны мен қазір қолданбаймын. Поэтому тек осы пропорциямен шығарта беремін есептің бәрін. Бұның бәрі зерттеліп қойған, поэтому ешқандай не жоқ. Оңай үйрену үшін. Кімде қалай шықты? Сонымен 10-да 5% дейді. Алдияр деген жігітте шықты. Көрейік. Дұрыс, Алдияр. 10-да 6 шығады примерно. Дұрыс. 10-да 6 шығу керек процент пайызбен. Давайте бәріміз шығарайық, ерінбей шығарайық. Біз курс барысында да осылай болады. Яғни мен бір есепті түсіндірем, немесе бір тақырыпты берем, немесе бір реакция берем. Сол реакцияны бергеннен кейін мен тапсырма берем, дәл соған байланысты. И оқушылар соны жазып шығу керек, и менімен бірге кейін мен тексеріп беремін оларға. Ja? Кәдімгі сабақ сияқты ғой. Тез шығарайық. Наурыз бұл жерде жаңағы Глаубер тұзының массалық үлесін сұрап жатқан жоқ, оны таппай қойсаң да болады. Главный жаңағы натрий газ 4-ін дұрыс шықты, дұрыс сенде. Енді әркім қалай түсінеді, солай шығады негізі. Кімге оңай, сондай тәсілді қолданған дұрыс негізі. Жақсы, мен мына жерде түсіндіріп өтейін. Енді екі адамда да шықты, екі адам кетеді, дұрыс. Енді мына жерде не деп тұр? Сонда 60 грамм Глаубер тұзынан 160 грамм су қосқан. Сонда общий масса қанша болады? 190 грамм. Общий масса қанша болады? Сонда бізде 250 болады, 190 қосылған 60, бізде 250. Сонда 250 грамм бізде ерітінді пайда болды. Яғни жазайық, натрий 2SO4 қосылған 10H2O тең натрий 2SO4 көбейтілген 10H2O. Көбейтілген 10H2O. Ары қарай дальше кеттік. Сонымен Глаубер тұзының 60 грамм, асты бізде қанша болады? Мынаның асты 142 еді. 142, по-моему, да? Ал мынаның асты болады бізде 180, 322, по-моему, да? 322 мр, 322. Мынаның төбесін x дейміз. X бізде қанша шықты? Сонымен 142-ні көбейтеміз 60-қа, бөлеміз 322. 142 көбейтілген 60 бөлеміз 322. 26-та 5 деген. 26-та 5 грамм шығады деген. 26-та 5 грамм. Жиырма 5 грамм шықты уже. Енді ары қарай кәдімгі пропорция қосамыз. 26-та 5-ті бөлеміз. Сонда қаншаға? 250-ге көбейтеміз 100%-ға. Бөлейік. 26-та 5 бөлінген 250-ге. 10-да 6% шығады екен. 10-да 6%. Жауабы осы. Түсінікті ғой? Давайте мына есепті тоже
қазір шығармай ақ қояйық, енді мынаны өздерің, бұл есеп бағаны шығарып қойдық, қайтпақшы. Міне. Осы екі есепті үйге алсаңдар болады, қазір шығармай ақ қояйық. Мына екі есепті үйге алыңдар. Алынды. Айтпақшы, курсқа қатысып жатқандар, мен сендерге осы кристалл гидратқа байланысты есептердің примерно қанша есеп бар, менде қазір есептейін. 46 есеп бар, сол кристалл гидратқа байланысты есепті жіберемін. Сол есептерді сосын өздерің сол жақта шығарып, сол жақта жаңағы обсуждениеге саласыңдар өздерің. Мына жаққа мен салмаймын. Ол жаңа курста қатысып жатқандарға саламын. Кеттік. Сонымен бұл бірінші тип осымен осындай. Келесі бізде енді екінші типтің есептері қандай болады? Екінші типтің есептері. Екінші тип деп қойық. Екінші тип. Екінші типте негізі осы бағанағы бірінші типтен шығып келеді. Тура сондай почти. Давайте қандай болады есептері көрейік. 4% тұздың ерітіндісін дайындау үшін 161 грамм Глаубер тұзына кристалл гидратын еріту үшін қажетті судың массасы деп отыр. Түсінікті ме? Қараңдар, мына жерде былай кетіп отыр есеп. Енді 161 граммға бір суды қосқан. Бағанағы суретін салайық кішкене. Мынаның ішінде 161 грамм не бар? Бағана біздің натрий окислят 10H2O бар да. Осыған әкелгенде су қосқан. Бірақ осы судың массасы белгісіз болып тұр бізде. Осы судың массасын табу керек бізге. Яғни сонда бізде 161-ге қосамыз нені x-ті. Мынау сонда бізде ненің массасы болып тұр, сонда 161-де плюс 1 x дегеніміз. Бұл бізде жаңағы ненің ерітіндінің массасы. Осы ерітіндінің массасы, мынау грамм. Енді есеп шығарайық, кәдімгідей шығарамыз енді тура бағанағыдай. Натрий окислят 4, 10H2O тең болады натрий 2S4 көбейтілген 10H2O, көбейтілген уже. Төбесі 161. 161, наның асты қанша? 342 деп, 322. 322. Наның асты 142. Енді x табамыз, x бізде, енді жерде түсінікті нәрсе қараңдар, мынандай есепте ешқандай калькулятор ештеңе керек жоқ, қараңдар. Мынау 322, мынау 161, мынау 161 дұрыс па? Яғни 2 есе не аз болып тұр. Значит, мынауда бізде 2 есе аз шығады, сонда 71 болады. Сонда 142-ның жартысы қанша? 71. Жауабы 71 мына жерде. Осы 71 шыққан, тура бағанағы біздің есеп бойынша осыны қоямыз. Енді бізде еще мына жерде процентіміз бар, уже процентіміз бізде шығып болған. Енді былай істейміз ары. Мен сәл артқа қойып. Java Train, атакасын көріп қойсыңдар. Былай дейді, мына жерде 71 шықты бізде. Енді қараңдар, тура бағанағыдай 71-ді жазамыз төбесіне. Астында бізде қанша? 161-де 161 қосылған x дейміз да, көбейтілген 100%. Тең қанша процент? Бізде проценті бар, 4%. Вот, ол да арғай шығарамыз. Арғай кәдім мына жерде x табамыз енді. X табуды білесіңдер қалай табуды. Яғни 100-ді наған көбейтеміз. Сонда былай болады да. Мына 4-ті көбейтеміз мына 161-ге. 4 көбейтілген 161 қосылған x тең болады 71 көбейтілген 100. 71 көбейтілген 100. Сонымен 4-ті 161-ге көбейтеміз. 4 көбейтілген 100, 161, 644 деген. Мына жерден 644 қосылған 4x тең 7000 қанша? 7100. 7100. Енді арғай 4x тең 7100 азайтамыз 644-ті. Азайтсан қанша болады мұның? Жетім көріріз, азайтамыз 6456 болады деген. Сонда x тең 6456-ны бөлеміз 4-ке. X тең қанша болады? 1614 болады деген. 1614. Жауабы осы. Яғни 1614 грамм не қосу керек екен? Су қосу керек екен.
Туура бағанағыдай теңдеу, просто мына жердегі біздің судың массасы белгісі болып тұр ғой, сол x-ті таба саламыз, болды. Келесі мынандай бір есеп шығарайық. Былай істеймін, копировать етейін да, мына жерге қойайын. Есеп қазір шығарамыз. Есеп өшіре тұрайын, чтобы көрмей қалыңдар. Көрінетін шығар есеп. Давайте осы жерде осы еп шығарайық десіз. Біріншісін шығарайық, біріншісін, екіншісін үйге беремін. Ертіндегі ұқсайды, дұрыс айтасың, Наурыз. Ертінің есебін жақсы шығарған адам уже бұны түсіне береді. Оның сендер уже ертінің уже 4 типін шығарып үйрендіңдер, ол дұрыс па? Сол 4 типін білсеңдер болды уже арға кете береді. Бәрі-біріне ұқсас. Шарайық тестіз. Сабақ сақталады. Сабақты еще мен неге салам? YouTube'қа салам. YouTube'дан көрсеңдер болады. Біздің курста да сондай негізі бір тақырып өтеміз, сол тақырыпқа байланысты жаңағы есептер жалпы қалай келеді, ол не үшін келеді, соның үстінде өтеміз. Бала ары қарай өзі есепті патырлап шығара беретін болады. Главное, есептің сутын түсініп алсаңдар болды ғой негізі. Тура еркін сияқты. Тахмина дұрыс. Жоқ, болмайды олай. Кәдімгі математиканың заңдылығы ғой. Теңдіктен кейін тұрған зат ол не пропорция сияқты тоже. Астындағы көбейтіледі астында. Тахминаңды дұрыс па? 36-та 9 шығу керек екен. 36-та 9. Алдиярда шықты, Айдинарда шықты, дұрыс. Болғандары тоже екіншісін шығара беріңдер. Қалғандар шығарып болғанша. Қазір Наурыз шығарып болсын, сосын. Айда сенде шықты ма? Бота, Айгерім, Наурыз. Қараңдар тезсіз.
Все, бәрінде солай шықты. Солай шықты. Яғни мына жерде бізде 48де 3 дейді. Яғни общий массасы 48де 3 екен. Оның астында бізде 322. X-ті табамыз мына жерде. 142-ні көбейтеміз 48де 3-ке. Бөлеміз 322-ке. 21де 3 шығады деген мынанкі. 21де 3. Яғни соны 21де 3-ті төбесіне жазамыз. Бізге неген қосқан? 48де 3 48де 3 плюс x болады бізде сонда. Көбейтеміз 100%. Процент қанша? 25. Енді мынақта 21де 3-ті 100-ге көбейтетін болсақ қанша болады? 2130 болады. 2130. Мына жақта 25-ті 48де 3-ке көбейтеміз. 48де 3-ке көбейтеміз 25-ті. Қанша болады? 1207. 1207-те 5 қосылған қанша? 25x болады. 25x. Енді осы жерде мынағы 25x болады мына жер. 2130-дан азайтамыз 1207-де 5-ті. 21-де 30-да азайтамыз 1207-де 5-ті. Яғни ол 922 болады деген. 922-де 5. Оны бөлеміз 25-ке. 25-ке x табамыз. 25-ке. Қанша? 36-да 9 шыға деген міне. 36-да 9 шықты. Осылай. Ал енді келесі екінші есеп, екінші есептікі дұрыс 97 шығады. Екінші есепте 97 шығады. Түсінікті ғой? Жалпы бұл енді осы екі тип есебі. Енді тағы бір майда шүйде түрлері бар бұлардың тоже кристалл гидратқа байланысты. Бірақ оларды егер осы екі типті жақсы шығара алатын болсаңдар, қалған майда шүйдерін оп-оңай шығара бересіңдер. Басқа типтерді оңай шығаруға болады. Бір есеп көрсетемін деп отыр едім, бағана болмады. Сонымен біздің алдында видеода репост аз болған екен, 13 қана репост болған екен. Алдында мен кристалл гидратқа байланысты мен айтқан болатынмын мен. Егер репост көбірек болатын болса, мен бонус бір сабақ өтемін деп айтқан болатынмын. Енді ол сабақ болмайды. Егер де енді осы сабақта, мына осы видеомыз көп репост жинайтын болса, айтып бір ценасын қойып, енді әр нәрсенің өзінің құны болу керек қой негізі. Егер оны басқа біреулер қалап түсініп жатса, әрине. Енді сендер мына жерде түсініп алдыңдар ғой, дұрыс па? Енді басқа біреулер де түсінгенін қаласаңдар, осы видеоны не істейміз? Таратамыз, басқалар да көрсін, білсін, олар да үйренсін. Жақсы ма? Яғни білімді бөлісу керек. Яғни ол білім деген нәрсе негізі адамға келгеннен кейін оны біреуге беру керек. Яғни берілу керек нәрсе ол. Яғни оны бермейтін болсаң, ол білім сенде көп уақыт тұрмайды ба айтқанда. Егер сен оны бөлісіп, басқаларға үйретіп, осы есепті ол түсінбесе, үйрететін болсаңдар, естеріңде мәңгі бақи қалады негізі. Мысалы, мұғалімдер не үшін есептерді шығарған кезде ұмытпайды, үйрен деп ойлайсыңдар. Себебі олар не істейді? Оқушыларға үйрете береді, яғни білімді істеп жатыр, бөлісіп жатыр. Сондықтан олардың естерінде мәңгі бақи қалып кетеді да. Жалпы енді осы басқа сұрақтарым жоқ деп ойлаймын. Прямой сохранить етем. Осы ВКонтактеде де болады и жаңағы ютубқа да саламын. Егер де курсқа қатысқыларың келсе, 1 қыркүйекке маған WhatsApp-қа жазыңдар, осы неде номерім тұр, сол номерге жазсаңдар болады.
25-ке дейін төлем жасаған оқушыларға 50% скидка деп айтты бағанағы. Егер тағы да толығырақ мәлімет керек болса, тоже WhatsApp-тан сұрасаңдар болады. Жақсы, бүгінгі сабақты қорытындылап тастайық. Бүгінгі сабақта сендер нені үйрендіңдер және не нәрсе сендер үшін қиын болды? Осы туралы бір-екі ауыз айтып өтіңдер. Тез айтып өтейік. Давайте. Не нәрсе қиын болды? Не нәрсені қандай нәрсені үйрендің? Жаңа қандай нәрсе, не нәрсе қиын? Осы екі сұраққа жауап береміз тез. Енді келесі прямой көреміз енді. Ол настроение байланысты болады. Негізі әр ай сайын минимум бір прямой болады деп айтқан болатын негізі. Әр ай сайын минимум бір сабақ. Мен алдыңғы нені видеоларды қарасаңдар, мен алдыңғы шілде айында сабақты оқыдым. Сабақта үйреткен болатын осылар байланысты. Жаңа бір прямой болған, соң көрсіндей болады. Сабақта ОБТ-да осы айтпақшы, дұрыс. Наурыз күш сұрақ қойды. ОБТ-да кристалл гидрат тақырыбына есептердің келу мүмкіндігі қанша пайыз дейді. Негізі көп келмейді, шын айтайын. Кристалл гидратқа байланысты көп есеп келмейді. Примерно менің енді әртүрлі келу мүмкін, сонда да айтып көрейін. Мысалы 10 варианттың біреуінде келу мүмкін негізі. 10 варианттың біреуінде келу мүмкін. Дұрыс айтасың, көркем, енді дұрыс. Мұндай әсетті бірінші көріп тұрмын. Міне вот, үйреніп алдым, вот осындай. Жалпы сабақтың форматы осындай. Химия негізі оңай ғой, үйреніп алсыңдар. Айда өте оңай, шыны керек, молодец. Үстіп айтатындарға ырзамын. Қиын деп айтпаңдар ештеңе. Бәр нәрсе не оңай. Просто не істеу үшін желание болу керек оқуға. Егер де желание болатын болса, желание кез келген мүмкіндікті есігін ашып қояды ғой негізі. Сол, егер де сұрақтарың болмаса, сабақты осымен аяқтайық. Жақсы, сау болыңдар. Керемет, Айдинар, ырзамын. Кристалл гидратты мүлдем түсінбейтін дейді, жақсы. Керемет. Сендер түсінсіңдер, мен шыны керек, менің жетістігім сол ғой дейміз. Жақсы, онда сау болыңдар, рахмет сендерге. Уақыттарын бөліп, осы сабақты көргендерің үшін. Жақсы. Мен YouTube-қа да салам, если что. Көретіндер болса.